Құрметті менің шәкірттерім, мен Қапарқызы Жанна апайларыңмын. Шәкірт бойына әдебиет пәні арқылы ұлттық құндылықтарды қалыптастыру менің мақсатым. Әлемде 2500-ден астам тіл бар. Олардың нақты санын дәл айту мүмкін емес. Әр жыл сайын, әр ай сайын, тіпті күн сайын тіл жойылып кетуі мүмкін. Қазіргі таңда көптеген тілдердің жойылып кету қаупі бар. Адамдар үшін өмірдегі ең бағалы құндылықтардың бірі ана тілі. Ана сүтімен дарыған тілдің қасиетін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Қазақ тілінде сөйлейтін адамдардың саны жағынан әлемдік тілдер арасында 70-ші, ал тіл байлығынан 3-ші орында тұрмыз. Сену қиын десек те деректер осылай. Қазақ тілі әлемдегі ең бай тілдердің төрінен орын алады. Қазақ әдебиеті қазақ халқының ғасырлар бойы қойнауынан ұрпақтан ұрпаққа жеткен рухани, мәдени мұрасы, сөз өнерінің асыл қазынасы. Сондықтан да мен сіздерді өз әдебиетімізді сүйіп оқуға шақырамын.